Бір жылда атқарылған ғылым және жоғары білім министрлігінің негізгі қорытынды жаңалықтар мен нәтижелермен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Өздеріңізге мәлім, былтыр білім және ғылым министрлігі екіге бөлініп, жаңадан ғылым және жоғары білім министрлігі құрылды. Осы жылдың басында 7 жылдық тұжырымдамамыз қабылданды. 29 жылға арналған негізгі 3 бағытпен жұмыс істейміз: жоғары білім, ғылым және тіл саясаты. Жоғары білімге тоқтап кетсем, 8 негізгі бағыт. Біріншісі қолжетімділік, жеңілдетілген несиелер, жинақтаушы келешек жүйесі, мемлекеттік тапсырыстың 10%-ға ұлғайтылуы, арнайы батыс өңірлерге арналған гранттардың бөлінген квотасы. Биыл толыққанды мемлекеттік тапсырыс жүзеге асырылды. Жетімдерге, әлеуметтік осал топтардан шыққан балаларға арналған квота тұңғыш рет биыл 100% жүзеге асырылды. Келешек бағдарламасы келесі жылдан жүзеге асырылады. Екінші үлкен бағыт инфрақұрылым. Осы жылда 43 жатақхана іске қосылды. 10 мыңнан астам төсек орындарға. Жалпы тапшылық 17,5 мың төсек орынды құрайды. Қазіргі таңда бір жылдың ішінде 80 мың төсек орын тапшылығынан 17,5 мыңға түсірдік. 15 өңірімізде толыққанды жатақхана тапшылығы шешілді. Үшінші үлкен бағыт интернационалдандыру. Қазіргі таңда президентіміздің тапсырмасымен Қазақстанда 25 жылға ірі жоғары деңгейлі жоғары оқу орындарының, шетелдік жоғары оқу орындарының филиалдарды ашылуда. Былтыр 4 филиал ашылса, биыл тағы да 4 филиал ашылды. Есенов университетінің негізінде Неміс инженерлік институт, Ақтөбе Жұманов университетінің негізінде Хэриот Вуд, Шотландияның ең көне техникалық университетінің филиалы, Қорқыт Ата Қызылорда университетінің негізінде Сеул Тек, Сеул ұлттық ғылым және технология университетімен бірігіп жасанды интеллект мектебі ашылды. Және жақында ғана Шығыс Қазақстан техникалық университетінің негізінде Лубань шеберханасы, бұл Тяньзин университетімен бірігіп электромобильдерді жасақтайтын, қызмет ететін тұңғыш инженерлік орталық ашылды. Ғылымға тоқталатын болсақ, ғылымның қаржыландыру 3,5 есе ұлғайтылды. Қазіргі таңда келесі 3 жылға 643 миллиард теңге бөлінді. Ғылымның басқару, меңгеру моделі өзгертілді. Биыл 1 желтоқсаннан бастап Отбасы банкімен бірігіп, 1000-ға жуық жас ғалымдарымызға арнайы жеңілдетілген баспана механизмінде басталып кетті. Коммерцияландыру және қолданбалы ғылымның қаржыландыруы 2,5 есе ұлғайтылып, әсіресе коммерцияландыру гранттары ғылым қорынан беріліп тұрған 4 есе 17 миллиард теңгеге дейін жыл сайын берілетін гранттардың көлемі өсті. Ғалымдарының жалақысы 2,5 есе өсті. Былтыр қыркүйектен бастап 1700 жетекші ғалымдарымыздың жалақысы 70%-ға өсті. Ал жоғары оқу орындарының профессорлық оқытушылық құрамының жалақылары осы жылдан бастап, 2023 жылдан бастап, жыл сайын республикалық бюджеттен 25%-ға өсіп тұрады.